Ке тардадың оны қыла деп, Алларыңызға үлкен ас алдырайын. Ал күмірлеген күйдің сазымен әкеліңіздің. Жіктір, әкелеріңізді құдай берген құдамыз. Үлкен астырмата беруге айналды. Үлкен астың базасын кішкентайларымыздың нағашысы Құдай берген құдамыз жасасын. Одан кейін тағы да бір екінші нағашысы бар, ол кісі қазір ас қайырған кезде бата жасаса, айтқа келмейтін шығар. Әуминдей, алақан жайық, білек көтерейік, үлкен астың. Әумин. Сұрасам, бата берейін, үстем болсын берейін, ықыласпен қолдайсан, ақ-тілекті төгейін. Үйің тола жан болсын, құран тола мал болсын, ұлың қонсын ұяға, қызың қонсын құяға. Тойларың тойға ұласа берсін, балаларымыз бақытты өмірлесе болсын. Әумин, ағайын, үлкен астың батасы жасалды. Енді тамақты тәртібі бойынша, жілікті жөні бойынша қадағалап тұрмыз. Жамбас жаңылысып жастар жаққа кетіп қалмасын. Қыздарға кәрішке түсіп қалмасын. Үйреткен мұны өмірдің мұңлық сыры
кішкентай балаларыңызды да әкелген екенсіздер міне. Дұрыс. Кейбір тамадалар айтады ғой, тойға балаларыңды әкелмеңдерші, зат жастарың жинаңдаршы, бірдеңе деп. Айта береді олар. Әкеле беріңіздер. Ода тұрғандығында жоқ. Баяғыда бір әйел 6 баласын ертіп автобусқа отырып, сөйтсе кондуктор айтады дейді, апай, ең болмаса жартысын үйге тастап кетпедіңіз ба десе, өзі де сөйттім ғой деп айтады дейді. Ес біліп қалғандары, жүре алатындары келе берсін, зиян жоқ бұлардан. Өйткені қазақтың басы екі-ақ жерде бірге. Біреуі торқал тойда, екіншісі топырақты өлімде. Өлімшіліктен Құдай сақтасын, тойға әкеле беріңіздер. Тойға әкеліп біріне-бірін таныстырып қойғандарыңыз жақсы. Алмасаң, бермесең сарт боласың, бармасаң, келмесең жат боласың дейді. Осылар жат болып кетпесін. Тойға әкеліп таныстырып қойып, мынау қарындасың сен, мына жүрген. Ана өнім, мынау ағаң, мынау әпкең деп таныстырып қойыңыздар. Тойға келсек ұят шығар деп ойлаймыз, бірақ осылар бір-бірін танымай өсіп, әбден үйленетін кезде қалыңдығым деп қарындасына келіп тұрса, ұяттың көкесі сонда болады. Жүре берсін, ешқандай зиян жоқ. Бала ханнан үлкен, ашамай нардан үлкен деп біздің қазақ бекер айтпаған. Осылардың тойы, сондықтан жүре берсін бұлар. Қазір үлкен астың үстінде үлкен білектердің бір қатарын ортаға шақырайын деп отырмын. Бұл осы әулетте бұрыннан құдаласып, бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай болып кеткен сарсүйек құдалар. Ердің несі артық, ептестірген сөз артық. Жердің несі артық, бір-екі үш шөп артық. Қойдың несі артық, қол басындай ет артық. Тойдың несі артық, тақылдатып таңдайды, топқа түсер кез артық. Ал сөз ұқпайтын адамнан саңыраудың өз артық депті бабаларымыз. Жаудың бетін бір ауыз сөзбен тоқтатқан қазақпыз, оған күмән жоқ, күдік жоқ демек, бір ауыз тілек тыңдау бізге аса бір салмақ түсірмейтін шығар деген ойменен осы әулеттің бұрыннан келе жатқан генерал құдалары жаңа ғана біздің кішкентайымызды бесікке салу рәсімін өткізген Бұқаргүл әжеміздің өзі бастап, Перше әжемізді және қағба барып қажа атанған, Алла деуді ар көрмеген, ислам жолын тар көрмеген қарттардың қағидасынан, қақ исламның шариғатынан аттамаған Қазақбай қажы құдамыз бастап, және де Қалас Бегайым, Төлеген Дүйсенай, Макаш және де Сегізбай, Гүлмира, Айсұлу, Сағидулла, Мағрупа, Жақып, Жамал, Ораз және де Күлшай, Ерсары, Гүлмира, Қанжарбек және Манап, Тәжібай, Дана, Қуаныш, Айша, Бақытжан, Саламат, Пернебек, Айгүл, Файзулла, Камила, Бақтияр мен Тамара, Нұрмұрат, Нәзира, Данияр, Перизат, Ырысбек, Айнұр, Бауыржан, Венера, Жұлдыз, Жәмила, Мейіржан, Қымбат, Дулат пен Лариса есімді құдабала құдашыларымызды да осы тілектердің қатарына қостық. Бірге келіңіздер, құда-құдағилар деп ортаға шақырайын. Тамаша тілек сіздерден, тыңдау бізден. Қай-қайсының болса да ордан жіліктей орны бар бұл кісілер үшін. Дегенмен де уақытқа шақтап тамаша тілектеріңіз болса біз тыңдайық. Баяғыда бір өзбек жігіт мақтанып жатыр дейді қазаққа. Былтыр біз Самарқанның қасынан жер қазып жатып, 50 метр тереңдікте бір құмыра тауып алдық. Ескі құмыра екен. Соған қарағанда өзбектің тарихы терең болуы мүмкін деп.
Сөйсе біздің бір қазақтың жігіті айтады дейді, былтыр біздің Қызылорданың басынан 100 метр жер қазып тым таппай қойғанбыз. Соған қарағанда қазақтың тарихы одан да терең қой деймін деп айтады дейді. Сол сияқты тарихқа барсақ қой, біраз терең қазу керек болады, біраз дүниені айту керек болады, оның бәріне уақыт керек. Бүгін тарихты емес, мүмкін болса тілек айтып көрейік. Мына Бұхар әжелеріміз бастап жаңа қажы ағаларымыз бар, бір екі ауыз тілегіміз білдірсе, ар жағында құда бала құдашалар да қосам десе, микрофон берейік. Ал келіңіздер. Assalamu alaikum zo'rlaxdagi xudo-xudolar. Bugun meni Sarsen Taniyaning bog'larining to'yi ekan. Yoshlarning bag'ila to'ylarim to'g'ri masalasi. Sarsen Taniya nevere şöyle görüp oynab kulüp yürümelimdir. İki yaşlar nurlan baktı olumdan, ömürde şuurlu olumdan, yuksanda tümürlü olumdan. Assalamu alaikum kişiler, akşamına gelen Boşkan Bavurlar. Sersen Tanya, Yaşlan Nurlan, bugün mene sünnet toy, eski toyların kutlu olsun. Baldarınız baktı bayan ömür olsun. Mene sizi silap koyun akşamına gelen Boşkan Bavurlar'ın adamlar nakıl tutsun. Boş kişiler günlerde olsunlar, yüksel toylarını boş kolay. Şiran tenen toylarını yarasın, baktı bayan ömür süreysin. Assalamu alaikum, toyga kelgan to'ychi qavm. Mana bugun Qorboyevda avlodida ulkan to'y, onun sebepsi mana iki sabiy. Birovi eski, birovi sunnatga o'tiryapti. Bu Sarsenjon Taniya to'ylarni qutlu bo'lsin. Mana baldarga hali oldinda qo'y to'ylar Sarsenjon Nurlandan aytibdi bildirin to'y ana kishilardiki. Nemirelerin vakti ömürlü şuurlu olsun, imanda ibalı olsun, yeni halkına hizmet eden azamатçalar, azamat köbesi. Ne özlerinde köbeyip, ne ballar da yeni halkın kutun tanımda yapkan bana olmayacaklar. Ne ballarda olsa da yeni bir ülkenge, kişiye ağa bolup olsun, gezeginin bağı berip olsun. Sarsenjon atanın altında karıldığın birinci bala dünyaya gelgesi жақсы at koyu. Жақсы at koydu ekеуінен. Екінші қарыз сүндетке отырып. Бұл парыздан да құтыласың. Алла нәсіп берсе, қосаяқты машина берсең екеуіне сонда құтыласың. Оған дейін алып той алдында. Тойларын тойға жалғассын. Baldarın ömürlü şuurlu olsun. Assalamu alaikum. Ne Qorboyevning uyida bir to'y bo'lyapti. Sarsen Taniya to'ylaringiz qutlu bo'lsin. Baldaringizning bağı berib bo'lib, sunnatga o'tiramiz. To'y böyle quvonchli bo'lsin. Tapqan yaqinlaringiz to'yga bersin jasman. Yaxshi azamat bo'lsin, sodiqali imonda azamat bo'lsin. Assalamu alaikum to'ychi qavm, to'y qutlu bo'lsin bugün. Serken Taniyadagi Yaşlan Nurlan bugun to'ylaring qutlu bo'lsin. To'ylaring to'y bo'lasin. O'sha bolalarning qizimlar to'yga joyini bersin. To'y qutlu bo'lsin. Sarsen Taniya bugun to'ylaringiz qutlu bo'lsin. To'ylaringiz to'y bo'laversin. Sünnet to'y, besiq to'y qutlu bo'laversin.
kadar vakitli olsun. Tapkanlarımız toyuna büyüsün. Toyuna yaşasın. Assalamu alaikum. Uzak жақыннан келген құрметті да қадірлі қонақтар. Жәке, Нұрланжан, мынау енді бүгінгі тойлар құтты болсын демекпін. Бермесе ыза болып арбап кетем. Айтылған сөздерді бүйтіп жалғап кетем. Елдің бәрі ақ тілек айтып жатса, Нұрлан, Жасылан, мен сіздерді бұлай деп қарғап келем. Біздерге лайықты нарық болып тұр. Алашымның аспанда жұлдыз бол, елімнің жүрегіне жарық сепкір. Үлкендер жұмсап жатса барып кеп тұр, шау деген шай жерлерге шауып кеп тұр. 5 ақның жылқысы бар қу кедей боп, 10 ақның түйесі бар ғарып боп тұр. Өмір сүріп 3 этаж времянкеде үлкен үй салмадым деп налып кеп тұр. Қолдарың ақша санап талып кеткір, шаңырағың шаттыққа толып кеткір. Менің осы қарғысым қабыл болып, қазағымның тарихында мәңгілік қалып кеткір. Жәке, мынау бұның бәрі әрине сіздің неңіз емес. Ең бірінші мынау Алланың арқасы, екіншіден Сәрсен ағам мен Тани апамның берген тәрбиесі деп білемін. Одан кейін мынау Құдай қосқан қосақтарың екеуінің Бағила мен Үмітжанның сіздердің жаңағы жандарыңызда жүріп керек жерде көмектесіп жүрген сол кісілердің де арқасы деп білемін. Тойларыңыз тойға бассын. Сәрсен аға, Тани апа маған айтпады деп ренжімеңіздер, той сіздердікі әрине. Осы балдардың осындай той жасап, қызық тойлар жасаған сіздер Алла көруді нәсіп етсін. Ешқашан мұңаймаңыздар. Нұрлан, тойлар құтты болсын. Әрқашан екеуің ойыстыр. Алтау ала болса ауызға кетеді, төртеу түгел болса төбедегі түседі демекші. Төбедегін түсіріп, мәңгі сәнді өмір сүріп жүре беріңіздер. Мына семьямыздың атынан азында сыйлығымыз бар, тапсырып жүрсе кетіңіздер. Ал қойған шым жоқ па? Қайраған қызыл тілім пышақ-құсақ, тілек айтар еліміз ғой құшақ-құшақ. Бұл қазақты билеген күшақ-құсақ, бір арбаны сүйреген үш-ақ-құсақ дейді. Кезінде бүкіл қазақтың атынан да Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би үшеуі ғана сөйледі ғой. Оған қарағанда ортаға шыққан біршама қазақтың атынан бірнеше адам тілек білдірді. Бүгін осы жұма намазында жалғыз имам бұйып оқыдық қой. Оған қарағанда біраз адам айтты, басқалар осының ішінде шығар. Сіздердің құтты қолдарыңызбенен жаңағы бақытты билеттердің бірін анықтайық. Осы ортада тұрған Бұхар әже, өзіңіздің бісміллә деп осы билеттердің біреуін алып, қолыңыз құтты болсын. Біреуін алсаңыз болады, бірнеше болыңыз. Аха, соны ашып жіберейік. Бұл билеттің, бақытты билеттің иесі 179 билеттің иесі бар ма ортамызда? 179 бар ма? Сіздер кеміз бі? Қайна? Қайсы? Өй, бір келіңіз. Болса келіңіз. Бар екен, дұрыс екен. Мұна мен сізге нағыз өзіңізге керек сейіп қой деймін. Фен сізге той үйлердің атынан құтты болсын. Игілігіңізге жарасын. Ағайын сіз өзіңіз біреу. Бұл билеттің нөмірі 279. Бар ма? 279. Жоқ қой дейін. Сыртқа шығып кеткен сияқты. Бір. Бар ма? Қайсы? О, келіңіз. Бар болса келіңіз. Тура сізге жаңағындай сыйлық, фен қаншалықты керек болады екен, білмеймін.
Geleceğimizde bakmışsınızlar bize olmalı. Kutlu olsun, bereketli olsun diye. Bir bilge para dasturxonga birer joyga asıp edeyim. Xudo bilan bo'lsin. Şöyle. Üstünde ortağa çağırıp kaldım, ayıpka buyurmanızdır. Жылдан жайға сұраңыздар, еттің қамыры ғана қалып жүрмесін. Сіздер дәмнен ауыз тиіңіздер. Түгелдей орналасып болғанша, осы үйдің қыздары өнерден құралақан екен демеңіздер. Біздің кішкентай ғана аяруымыз бен ләззатымыздың орындауында осы тамаша биді сіздердің құрметтеріңізге арнайын деп отырмыз. Осы әулеттің өзі өнерге деген қаншалықты жақын екенін өздеріңіз бір тамашалап байқап көріңіздер. Алғыстар, кеттік кезек сендерде. Ortadan arayı var.
Көп рахмет. Андағы ақшаның барына жасыланға жеткізбей құртып бітіріңдер. Мәшінеге бензин құямын деп ойлаймын. Бүгінгі тойды байқап отырған шығарсыздар. Ешқандай арақ-шарапсыз шариғатқа томпақ келмейтіндей осы Жасұлан, Нұрлан ата-анасымен ақылдаса келе осындай той жасаған екен. Жаңа сыртқа шықсам үлкен кісілер әңгіме қылып отыр. Қазір жастар жақсы, тәуелсіздік алғалы бері дінге бет бұру жақсы бізде деп. Дұрыс қой, бірақ енді біз тәуелсіздіктің алдында да өзімізді мұсылман санаған елміз ғой. Жамбыл атамыздың Кремльге барып Совет өкіметінің Сталиннің қылышынан қан тамып тұрған кезде шабанын жай жүріп жай намаздың орнына намаз оқығанын білеміз. 5 уақыт намазын қазағымай оқыған аталарымызды көзіміз көрді. Енді мен алысқа бармай қояйын, қазақтың бұрыннан мұсылман екеніне дәлел қазақ әдебиетінің алтын ғасыры деп аталған кезеңді алып қарасаңыздар, біздің қазақтың маңдайына біткен кісілердің көпшілігінің есімі жаңа аттарын жақсы қойып деп айтып отқандан шығады. Ислам шариғатымен байланысты. Мысалға, қазақ әліпбиін қалыптастыруға себепкер болған Ахмет Байтұрсынов деген атамыз өмір сүрген. Пайғамбарымыздың есімін кейбір кітаптарда Ахмат деп жазатынын дін саласында жүрген ағаларымыз осы күнде айтып жүр. Қазақ поэзиясының құлагер атанған Ілияс Жансүгіров деген атамыз болған. Құранда 25 пайғамбардың есімі аталса, соның бірі Ілияс пайғамбармен біздің сол атамыз аттас. Арқаны әнге бөлеген Жаяу Мұса деген атамыз болған. Мұса пайғамбармен аттас. Иса Байзақов деген ақын атамыз өткен өмірден. Иса пайғамбармен аттас. Қазақтың данышпаны Абай атамыздың да шын аты Ибрахим екенін барлығымыз мектепте оқыдық. Шоқан Уәлихановтың шын аты Мұхаммед Қанапия. Мұқағалидың шын аты Мұхаммед Қали. Оның әкесінің аты Сүлеймен пайғамбармен аттас. Кешегі қазақты 40 жыл басқарған Дін Мұхаммед Ахметұлы Қонаевтың атын алып қараңыздар. Бәтима деген апаларымыз қанша болды? Әлі де бар. Фатима анамыздың құрметіне қойылған. Әсия деген, Айша деген қыздарымыз осы күнде де бар. Омар деген аталарымыз қаншама. Біз сияқты тамадылардың өзі аузынан тастамай айтатын бір ауыз сөзі бар. Бірдеңе болса, бәрекелді дейміз ғой біз. Бәрекелдіміздің өзі осы ислам шариғатынан шығады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреудің жақсы нәрсесін, жақсы ісін көрсең болмаса, көз тимесін, тіл тимесін десеңдер, баракаллаху фикум деп айтыңдар деген екен дейді. Сол баракалла дегенді біз қазақ тілімізге ыңғайлап жақындығып, бәрекелді деп айтып жүрміз осы күнде. Сондықтан да бүгінгі біздің той иелерінің ешқандай шариғатқа қарсы келмейтіндей жасап жатқан тойына, осы игі бастамасына көз тимесін, тіл тимесін десеңіздер, бәрекелді деп бір қол соғып қоюға тұратын нәрсе сияқты. Осыдан өңдердің қатары көбейсін деп тілейміз. Қазір енді үлкен астың үстінде құдаларымызды ортаға шығарып, нағашыларды сәл кейін шегергенде себебіміз бар. Үлкен астың үстінде қазір ол кісілердің өздерінің айтатын тілектері бар, беретін сый-сияпаттары бар деп нағашыларды сәл кейін шегердік. Бұл біздің кішкентайларымыздың нағашылары, Бағлан мен Нұрасылдың нағашылары. Үш жұрттың ішіндегі ұлысыды, сөзінің бұрынғының дұрысы көп. Мен сені құрметтеймін, нағашыжан, аяулы, анашымның туысы деп кешегі Төлеген Айбергенов жырлағандай, осы біздің кішкентайларымыздың нағашылары осы тұста ортаға шығайын деп отыр. Содан кейін барып осы біздің жігіттермен, той иелерімен бірге қажылық сапарында бірге Құдайдың алдындағы құлшылығын атқарған мешіт жамағаты да ортаға шығып, бірінші дастарханды сол кісілердің тілегімен қорытындылап, уақытша тілектер көшкіруін шөгіреміз ба деген үміттеміз. Қазір Құдайберген және Тазагүл, Бергенбай, Забура, Базар, Ерділда, Бағда, Марат, Гүлзамира, Бейсен, Замира, Тыныш, Асқар, Шолпан, Асылбек, Камила, Қайрат, Нәзира, Әділбек, Амангүл, Самат, Меңтай, Дәулет, Света, Гүмей, Гүлдірай, Данияр, Жақсыгүл, Нұрбол, Жанымгүл, Сағат, Мереке, Дархан, Марина, Әлібек, Гүлжанат, Мәлік және де Махаббат, Марат пен Ләззат, Перизат пен Балнұр, Сара мен Әлімхан, Ұлмекен, Жанерке және Ержан есімді нағашылар болса, барлықтарыңызды ортаға бірге шақырдық. Келіңіздер, нағашының жанашыр екенін билік бергенімізбен бір көрсетейік. Кел!
ағайындар, біздің кішкентайларымыздың нағашылары. Енді ағамызбен дәдемізге құда-құдай болғанмен осы тұрған жігіттерге қайын жұрттың алдында қасқайып тұрып бір-ақ тілектерін тыңдасын. Қайын жұрттың алдында беделдерің осындай биік болсын, қадірлерің асқақ болсын. Баяғыда білім, қадір, байлық үшеуі бір жерде отырып тамақ ішіпті. Тарғайтын кезде бірінен бір сұрап жатыр дейді, бұдан кейін бір-бірімізді қайдан табамыз десек, қайда жолығамыз деп. Сөйтсе байлық айтыпты, мені билеушілердің сарайынан іздеңдер, банктерде де болуы мүмкін. Білім айтыпты, мені дана адамдардың қасынан табасыңдар. Кітапханаларда да болатын шығар кей кезде. Сөйтсе қадір басын төмен салып мұңайып отыр дейді, сөйтсе әнеке сұрапты, ой қадір, сені іздесек қайдан табамыз десек, қадір бір күрсініп барып айтады дейді, ай, мені бір жоғалтып алған адам қайтып таба алмай қалады ол деген екен дейді. Сол қадір қасиеттерің осы қайын жұрттың алдында биіктей берсін. Енді бір-екі ауыз ақ тілек тыңдайық, әжелеріміз бар, ата-аналарымыз бар. Ал. Кеш жарқына тойға жинаған көпшілік қауым, құда-құдалар, жақын-жұрттар, ағайын туыстар, бәрімізге той құтты болсын. Сәрсен Тания, Жасұлан Бағила, Нұрлан, Үміт, тойларың құтты болсын айналайын. Сүндетте жатқан, бесікке жатқан балалардың өмір ұзақ болсын, ізіне ере берсін. Мына ата әжелері, бала-шағасының немере-шөберінің қызығын көріп жүре берсін. Алла ауызбірліктен айырмасын. Әрқашан тойда кездесек, бәріміздің үйімізде той болсын. Кеш жарық, тойға келген қауым, міне бүгін Оспановтар әулетінде, Бұқарбаевтар әулетінде, бүкіл Тарқасқар әулетінде үлкен той. Мынау бағлан баламызды сүндетке отырғызып, мынау бір аталық әкелік барында құтылып жатыр екен. Құтты болсын, тойларын тойға ұласа берсін. Өмір жастары ұзақ болсын балаларымыздың. Мынау мәлік, махаббат сендерге де мынау немерелеріңнің мынау несі бау берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Сәрсен Тания, Жасұлан Мағаш, тойларыңыздай боласа берсін. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум той жығауым. Барлықтарыңызға осы той құтты болсын. Енді Сәке, Таня, Жасұлан, Бағила, Нұрлан, Үміт, барлығына құтты болсын осы той. Сүндет той, бесік той, әрқашан бола берсін. Солардың артынан іні қарындастары ере берсін. Тойларың той боласын. Әрқашанда сенің үйіңе тойға келетін болайық. Қалабетіне Құдайбекмен таза гүлге, Мәлікпен Құдайға сіздерге де құтты болсын. Әрқашан біздің елге тойға келіңіздер, біздер сіздерге тойға барайық. Аманшылықта кездесе берейік, той қыласын. Рахмет. Сәрсен, Таня, Жасұлан, Нұрлан, тойларың құтты болсын. Сүндет той, бесік той, немерелерім бесігі құтты бесік болсын. Артынан ана қарындастары ере берсін. Осы балдарына Алла ұзақ өмір, зор мықты денсаулық берсін. Осы балдардың қызығын көріп, тойға жалғаса берсін. Құдайға талдағын сіздерге де құтты болсын. Құдалар сіздерге де тойларыңыз құтты болсын. Кешке жиналған тойшы қауым, той барлықтарыңызға құтты болсын. Сәрсен Тания, Жасұлан Бағила, Нұрлан, мына тойларың құтты болсын. Мына бір міндеттен, сүндет той, міндет той дейді ғой, бір міндеттен құтылып жатыр екенсің. Бағлан менен шақалақтың бауы берік болсын, денсаулығы мықты болсын.
11 жастан ұзақ болып, осылардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Мәлік, махаббат, сендерге де мына шақалақтың бау беріп көп құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ізінен ере берсін. Дендері сау, осы тойдан тойға жете берейік. Сол үшін. Құрметті қонаққа тойға жиналған қалайық. Мынау бүгінгі болып жатқан тойдың себепшілері мына 2 жас кішкентай бүлдіршіндер. Сүндет тойы Бағила мен Жаслан бір міндеттерінен құтылуға тегісіндер, балалардың қадамы құтты болсын, кішкентайына бауы берік болсын, бесік тойы, Сәрсен Таня құтты болсын тойларыңыз. Әрқашан осы құдағилар барлық жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Мына құдағи мен құдағи сіздерге де құтты болсын. Осы той жұғысты болсын. Әрқашан осы Сәрсен мен Таняның үйіне тойға келейік. Тойда жүре беріңіздер. Әлеке. Қасын әлеке. Ассалаумағалейкум. Құрметті алыс-жақыннан келген құдалар, қонақтар, күні бұзылма кештің себебі Сәке, Таня, жас ниеттеріңіз құтты болсын. Немере тойларыңыз, бесік тойларыңыз бәрі құтты болсын, қала оң болсын. Өмірде балдарыңыз өніп өсе берсін, әрқашан өсе берсек тойға берейік. Сәргел, Қалиғали, Жаслан, Бағила, мынау тойларың құтты болсын. Тойға жалғасын. Өте жақсы ниеттер айтылып отыр. Сол Алланың қаласын берсін. Көргеніміз той болсын. Мұсылман болған істерде де болсын. Той болсын көргеніміз. Құда-құдағи, мынау бүгінгі істен тойларыңыз құтты болсын. Бағиланың мамасы мен папасына да бүгінгі той құтты болсын. Кішкентайлар өсе берсін. Үлкен белестерден көрсін, Құдай қаласа. Осы теге тек жақсылыққа келейік, той бола берсін. Балдарымыз бақытты болсын. Toyımız kutlu olsun. Şöyle olsun. Kazan köle verimizde. Gelimiz toyga, formamız koymak olsun. Başarılar olsun. Başarılar. Kutlu olsun. Her yerimiz olsun toy ediyoruz. Kішкентай нұрастың сахнеге азғана сыйлығымыз бар еді, және құрметті Кішкентайларымызға келіп жатқан сый-сияпат бар, соны табыстап қояйық. Мінеке, иығыңыз оқалы камзол. Сәрсен ағамның қожыны көрдік. Қожыны көрдік жараса кетті. 90-шы жылдың жігіттері сақталдыңыз. Шабанымыз бар, көрсетейік өмір. Көрсетіп беру керек, не беріп жатқанымызды айтайық. Қазақстанда айтпай берген нәрсенің бәрі пара болып есептеледі. Нұрасылдың коляскасы жөргегі, коммерса. Және ойыншықтарыменен бірге киім кешегін түгел көрсетіп. Ақ сезімге дегенде сыйлықтарымыз бар. Нет. Комбинезоны. Бір жыл киім алмайсың дейсің ғой, үшін
Özgünçe. Kuday kalasa olsun ki Nurasıl'ın sünnet toyuna deyince dedin giyimlerim var. Kaçındır? Mınancha sıyılga kelip atkanlarga bilmeyim, şapalak sokak kalay şidap atkanlarınızda. Meneki. Endi bizning bu kishilarga degan bizning de siy sifatimiz var. Siyga siy, sıraga bal deydi bizning Qozaqda. Hozir onu arnayı tapışlarmiz Xudoy kalasa. Ya ardından tapıştay boldi. Hozir özümüzning qonaqlarimizga siy sifat tapıştaydigan joyimiz var. Sizlerning endi buna iki birday Xudamızning qo'li bilan ana iki siylik, uch siylikni men iyisine tapıştırib jibireyim. Yetdi hech kim boshqa bo'ldi. Kelingizlar. Kez kelgan birovlarimiz uchimiz. 260 olsun. Olmaydı da. Olmaydı. Buralarda olmaydı. Özür dilerim. Karam. Kalalıydı. Bakmayın. 276. 276. 276 biletin iyisi var mı ortamızda? Kanı. Kimdiki? 276. Bir. Var mı? Var eken geliniz. Var eken. Jostu olsun karşılarının yolda cay namaz var, say namaz okup koyduğumuz bir kesimiz. Ya? Ha, şu bizde. Ha, buraya. Bismillah. Açma. 125. biletin iyisi var mı? Ortamızda. Kanı. Var mı ki? Var ki. Sizge de çayınamız. Siyasi mi? Uzunrak çayınamız. Onda uzunrak çayınamız mı ama dediler size. Al. İyi aslında tüy canlı. Bismillah. 292. Zerkarli nomer. Kimdiki? 292. 1. 2. Sırtda жүрген болса амал жоқ. Шықпай отырыңыздар дегенimiz сол еді да жаңа. Тағы біреу, Құдай біреу алып жүрсіңдер. Bismillah. Әрің өзінің билет. 83. 83. билеттің иесі бар ма? 83. Var mı? Gel buraya. Var 83. Bana. Nasıl? Ağacaktan çıktı. Bir oran alıversindir. Oramalmen kosip bir iki aylamazdı. Durs mu? Ayladımlarımız çaylamaz bazı o bizde. Agiliyoruz. Kosip bir oramalda var. Çaylamazda var. En tersini tartıp ayağının üstünü cattap komaçak olsun ben akırında. Kılıf Allah vakat ana onalarda. Al çaylasınızlar. Let's
Жасынан той өткен соң ән айтайын деп тұрсың ғой. Аспанға қарайын, кәмпетті санайын деп тұрады. Жоғалтып бұл жеріңіз. Енді той иелерінің бүгінгі тойымызға келіп отырған қонақтарымызға деген сый-сияпаты бар. Біздің қазақтың бұрыннан келе жатқан жөн-жоралғысы салт дәстүрінде төркіндету деген салт бар. Сол бүгінгі тойымызға келіп отырған қадірлі ағайындарымызға сый-сияпатымызды табыстау үшін той иелерінің өзін ортаға шақырайын. Енді ағамның ол дәстүрге қаншалықты қатысы бар екенін білмеймін. Осы апаларымыз өз кеседе жеткізіп шығар. Қане деді. Аға, сіз де осы қасында тұрғаныңыз дұрыс шығар. Өз қолыңызбен табыстап, ас иесімен тәттілеп жатады. Сыйлық та өз иесімен қадірлі құрметті шығар. Кімге не беретінімізді атын сызып, ас дейін. Сызып атап тұрып жақсылап табыстайды. Ассаламу алейкум. Бүгінгі мына менің балдарымның жақсы ниет тойына тілек білдіріп келіп отырған жалпы жамағат құрамында ағайын, туыс, жеңжат, жаңағы коллектив бар, достар бар. Барлықтарыңызға біріншіден мың алғыс, қадамдарыңызға нұр жаусын. Бастарыңыз тойдан шықпасын. Не деймін? Мына Құдайге Тазагүл апа, сол Тазагүл апамның Құдайге қарасты Құдандала. Жиендерінің сүттен тойы сіздерге де, екі жаққа бірдей сіздерге де құтты болсын. Мәлік, махаббат Құдағи, бастаған құдалар, сіздерге де мына жиен немерелеріңіз құтты болып, осылардың жақсы ниет тойларына келе беруді Алла Тағала сіздерге нәсіп етсін. Содан бүгінгі мына тойға ниет қылғанымыз Тамара деген осы жерде қарындасымыз бар, жаңа інімнен кейінгі. Бүгін мына тойдың себебімен осыны төркіндетсек деген мына қазақта бар ғой, қызды төркіндету деген. Сол Тамара қарындасымыз бүгін төркіндетеміз деген ниет бар. Соның ортаға келіңіз. Қазақ бойғыда Ердәулет жиен мен жоқпын ба? Ердәулет келе бер, ұялма. Қазақ байрағына енді орамал том болмай жол болады деген мына шапанмен жылылау болады сізге деп шапан жауып жатқан жайымыз бар. Тойларға кейін осы немереңізге, балдарыңызға басшы болып Алланың берген өмірін осы тоймен, ойын күлкімен өткізуге Алла сізге нәсіп етсін. Ауырман ортамызда ойнап күліп жүре беріп ақылшы болды. Ердәулет, енді том бергенмен кимейсің сен, қазір мода емес. Бойы қысқа деп түгілме, бірақ жылы жүресің көрткіден. Жауын өтпейді, іші жылы. Егер жалып барасынан келесі жыл келсең басқасынан білеміз. Тамараға енді сабаққа өзіміздің екі ұл, үш қыз біздер отбасымызда. Соңғы қыздың екіншісі жаңағы үлкені кемпір шалдың қызы дейді, кішкенесі кейін жетайым дейді. Мына ортада Тамара мен сорлық қаяға барам дегенде бұл ортаншы болыпты. Сол жыламасын деп бүгін төркіндетіп алтын сақина табады. Тақты ма, бұйырсын тойларға тақ. Баланы жақсы тойлар, жақсы етіп қойып. Құрметті тойда отырған ағайын туыс бауырлар, айтар сөзім жоқ. Мен шешемнің рухы бір аунап тұрған шығар. Шешем соңғы демінде сені төркіндете алмадым. Басқа ешқандай арманым жоқ, жас кеткен жоқ. Мен 70-тен астым балам. Төрелескен өлім деп қоштасқан ем.
Ана ағаң мен жеңгең уақыты келгенде төркіндетірдім. Бауырларыма рахмет, ата-анам жоқтығын білдірмейін. Осындай теңіздер айтатын мәселе, инемен жіп берсе да төркіндетім деп қыз кетсе, соның өзі ата-анаға үлкен сауап дейді. Алла разы болсын сіздерге. Балдарыңыздың қызығын көріңіздер. Әттең-ай өмірде көп болады, бірақ әттең-айдан қуанышты күндеріміз көп болсын. Осы жерде Оразбектің қасында тұрып бірге төркіндеп жатқанда керемет болар еді. Алланың жазуы шығар. Жүректің бір шетінде бәрі орын тұрады. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға. Мен қуаныштым. Бірақ маған сюрприз қылды. Мен егер алдынан ескенде мен де кәдел қауыметін жасайтын ем. Алла нәсіп етсе міне азамат балам бар. Келін алам деп отырмын. Сол тойда мен өзімнің төркіндейтін кәдемді жасап келем деп нәсіп болса сенемін. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын барлығыңызға. Тұтынышты маған жылап түсті. Көңіл босап отыр ғой, енді қуаныш төркіндеп келіп отырғаннан кейін. Айтыңыз енді. Мен төркіндедім. Тағы рет айтам, төркіндедім. Мен төркіндедім. Рахмет бәріңізге. Шын жүректерім. Тағы болды ма? Айтам. Игілігіңізге жарасын ақсақал. Сіздің батаңызды алайық. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Xudoy oңдасын, оң жолынан бастасын, бір жарылқап тастасын, жамандыққа жазғасын, yaxшылыққа бастасын, Құдайым құлым десін, Мұхаммед үмметім десін, шадыялар достым десін, иман байлығын берсін, деннің саулығын берсін. Балдар бақытты болсын, ұлы бол, шүрлі бол, жұрсалда тұғырлы бол. Аллаху акбар. Әумин. Осындай батагөй ақсақалдарының ғұмыр жасы ұзақ болсын. Бір бұйымы бір елге мұра болар, қайран біздің аталар, ғұламалар деп кешегі мұқағали жырлаған қариялар осындай кісілер шығар. Атағы алатауды дүрсілдеткен, Құдайым сегіз қырлы бір сырлы еткен, ортада бата берген атамызға тілеймін ұзақ өмір сүрсін деп мен Бұхар жыраудың жасына жетіңізші, 113 жасында қыршын кеткен дейміз ғой. Бұхар жыраудың жасына келіңіз. Ассалаумағалейкум, қойшылығым. Мынау тойдан тобықтай дейді. Мынау біздің шаңырақтың бел құдалары, бауызды құдалары, ата-аналарымыз, біздің ата-аналарымыз осы біздің шаңырақтағы келіндеріміздің ата-аналарына бір сый-сияпатымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Қаласаға Бегайым тәте, менің қайнатам мен қайненем, Нұрланның қайнатасы мен қайненесі Мәлік құда, Махамбат құдағи, рұқсат болса ортаға келсеңіздер. Ата-аналар, құда-құдағиларымызды ортаға шақырайық. Келіңіздер, сый-сияпаттарыңызды табыстап қойып. Оған дейін жаңа шыққан бір билеттің иесімен төрден келіп үлгермей қалдым. Сол сыйлығымды алып кетейін деп едім, маған билетінен келіп көрсетіпті жаңа. Төр жаққа дұрыс естілмеген ба? 292 нөмірлі билеттің иесі осы ортамызда отыр екен, жаңа бар екен. Біз қателесіп жоқ деп жоққа санаған екенбіз. Барсыз ба? Бар болсаңыз келіп сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Жаңа айтқан кезде ер азаматқа қамшыдан қадірлі сыйлық жоқ шығар. Қабылдаңыз. Құда-құдағиларымызға мінекей, ата-енелерімізге не беріп жатқанымызды айтып, жақсылап. Қане не беріп? Қысқа жақында қалған кезде таптырмайтын сыйлықтар беріп отырсыздар. Қажетті дүние. Ай бәрекелді. Ал енді дастархан басына жайғасып жайлана қалыңыздар. Қазір үлкен кісілердің тарапынан бата сұраймыз.
Енді әне үзіліс берем деп сіздерді де көп дастарханның басында отырғызып қойсам, онда айтпай бүйырмаңыздар. Бүгінгі той иелерінің өтініші бойынша халық қаласа хан түйесін сояды дейді. Осы той иелері асығыңқырап отырған қонақтарым бар. Екінші бөлімге қалмай қойса деп Сәрсен ағам өтініш білдіріп отыр. Достарым келіп отыр, Алматыдан арнайы дейді. Ендеше осы достардың тілегімен бірінші дастарханды қорытындылайық аға. Қадыр Мырзаның жақсы сөзі бар. Досыңның бай болуы міндетті емес, достың өзі байлық емес па дейді. Ендеше осы айналаңызда жүрген асыл қазыналарыңыз, шынайы байлықтарыңыз, Сәрсен ағаның барлық достарын ортаға шақырамын. Класстас достары бар шығар, өмірлік үзеңгілес достары бар шығар. Bir ауыз тілектеріңізбенен бірінші дастарханымызды қорытындылайын деп отырмыз. Келіңіздер, той төрінен көтеріп Сәрсен ағаның достары. Екінші бөлімде сөйлеуге тиіс еді, бірақ асығып отырған қонақтар болғаннан кейін сіздерді сол тосқауыл болмайық, тізгін тартпайық деп арнайы ортаға шақырып отыр. Кім бастасын аға? Ал енді. Ал, мына Таня, Сәрсен, бүгінгі мына немерелеріңіздің сүндет тойы, бесік тойы құтты болсын. Әрдайымда осындай тойға жиналайық, осындай бағана қойғанымыз, қанша туған туысқан құда жекжат, осындайды табысып, өмірімізге әңгіме айтысып, осындайды сыйластық деген осы. Мына бәрі құтты болсын, той-тойға болсын. Сәрсен, немерелерің құтты болсын. Алланың құдіретіменен немерелерің өсіп өркендесін. Сәрсен, тойдан құтты болсын, немерелерің Мынау бас-басына байғайда дейді ғой, мен осы Бұқарбаевтар семьясында бір-ақ айтайын деп отырмын, Сәрсенді айтып, не қылам басында орды. Одан да қарындасын Таняны айтайын деп. Бұқарбаевтар семьясы бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мінекей балдарды сүндетке тұрғызып, ата-ана парызы ғой, ертең үйленген тойында да осылардың бас-басып отыра қойайық. Құда-құдағайлар сіздердің қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына тойлар сіздерге де құтты болсын, оң болсын. Осы отырған ағайынның бәріне жұғысты болсын. Әр уақытта Түрген ауылына келген кезде тойға деп аттанып, атты терлетпей, мұздатпай, шауып келе беріңіздер. Еліміз сау болсын, ауызбіршілігіміз мықты болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Еліміз аман болса, қазақтың қай уақытта да қарны дояр. Той және бір сіздерге құтты болсын, жұғысты болсын ағайындар. Сәрсен, Таня, бүгінгі беріп жатқан үлкен қуанышты күн, үлкен той құтты болсын. Осы балдарың бақытты болсын, осыған себеп болған үлкен немерелерің үлкен азамат болсын. Той құтты болсын, той-той қаласын.
сәрсен таня мынау тойларың құтты болсын, тойға аласың, балдар бақытты болсын, немерелер аман болсын, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын, мына құдағайлар бәрі аман болсын, осы той бәрінде жосып болсын. Сәрсен таня ең жақсы ниеттер тілейміз. Сәрсен таня, тойларың Жасмалдың мен Нұрланның тойы ғой. Жасмал, Нұрлан тойларың құтты болсын. Немере сендердікі Сәрсен. Не дейміз? Немере өз сүндет тойында отырмыз, келін алған тойында да бірге болайық. Тойларыңыз құтты болсын. Міне, дүбірлі тойымызға түргендегі Қуаныш Думанның кеп тұр керуені. Кәріп Қазылбақымыз, басқа қаламызды береге өтпестіңіз. Бүгін сонда тойымыз тойға жалғасын, шылаңдарыстырмаймыз өткен азамат құрылысын болсын. Аумин. Аумин. Қалағайын енді бір жарты сағат көлемінде үлкен кісілер тазағымен тыныстап, жастар жақсылап билеп қайтуларыңызға мүмкіндік бар. Жарты сағатқа үзіліс жарияладым әзірше. Бірге билейік, кештің көлігін бірге ықтырайық.
Şakarsam şu parayı Yavaşlarım seni Sesimde bayram siyem Şunlar akıllı
Олар мені өлді түсінбесін дейді Шықпада сипада бақырамын Олай сүйікті сөздерге күліндірмей Ақы жағын жағымсың жағым Аза кетті ғой Осындай әндер шығып кеттім ба Baraka tamosha qilyapsizlar. Bizning mehmonxonamizning ikkinchi sırasının vaqti doim bo'lib qolsa kerak. Sondan Shamshning siz Qozoqning to'yma. To'rg'aydalasın gördüm, sen dala bo'lib endim, taqdirimga. Qara ko'zingdan mo'ndim, to'rg'ay dalarin gördüm, sen taqdirimga. Çok talaptanmay, peynirden taratkanmay,
Tamamlaşa. Tamamlaşa bildiğinizdir. Al dastarxan basını jayğasak, sırtta qonaqlarımız olsa, kulaklar etiniz.